Сәлем достар, сіздермен бірге Мерейгүл. Бүгін 15 минутта дайын болатын тортты дайындаймыз. Өте жұмсақ, өте нәзік тортты міндетті түрде дайындап көріңіз. Достар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге керек азық-түліктер: қаймақ, қант, ас содасы және ұн қажет. Видеода көргендеріңізді ең алдымен қаймақты ыдысымызға саламыз. Ас содасымен араластырамыз жақсылап. Сосын қантты қосамыз, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнды қосамыз, қамырды илейміз. Міне осындай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды 8 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті жұқа етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған сковородкаға астын баяу отта пісіріп аламыз. 3-4 минутта бір беті дайын болады. Осылай келесі бетке ауыстырамыз. Міне достар, 8 бөліктің барлығын пісіріп алдық. Видеода көргендеріңіздей жан-жағын осылай әдемілеп кесіп тастасаңыздар болады. Артықтарын кесіп алып тастаңыздар. Ендігі кезекте креміне 1 банка сгущенка қостым және сливочное масло 130 грамм қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Кремді әр қайсысына бір-бірлеп жағып шығамыз. Торттың үстіне әсемдік үшін үгітілген печеньені қостым. Өз қалауларыңызша тортты әсемдесеңіздер болады. Мен клубника вареньясын қостым. Міне достар, біздің өте жұмсақ, өте нәзік тортымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін.